Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге ең қарапайым жолмен дайындалатын және де өте дәмді шығатын салатты жасаймыз. Бұл салат жаз мезгілінде жеңіл әрі тойымды салат. Міне түрі де осындай әп-әдемі болып шығады. Қонақ келгенде жасасаңыздар өкінбейсіздер. Ендеше бастайық. Мен осындай суға қайнатып алдым етімді. Сіздер тауық етін пайдалансаңыздар да болады. Барлығын осылай ұзынша кесіп аламыз және де ыдысымызға саламыз. Артынша қиярымызды жуып, осылай ұзынша етіп кесеміз барлығын. Мен бұл салаттың құрамындағы барлық заттарды алдын ала дайындап алдым. Жұмыртқаны пісіріп алдым, еттерді қайнатып, жуатын көкөністерді жуып алдым. Енді қиярымызды салып, артынша кукурузымызды саламыз. Салат жапырағын осылай жаңағы сияқты ұзынша етіп кесіп аламыз. Бұларды да ыдысымызға салып, енді жұмыртқамызға көшеміз. Барлық өнімдерді осылай барлығын бірдей етіп ұзынша пішінде тураймыз. Енді ірімшігімізді алып, оны да ұзынша формада турап аламыз. Салаттың құрамын өзгертіп жасасаңыздар болады. Егер де ет болмай жатса, сіздер тауық етін немесе шұжықты қолдансаңыздар болады. Ал қызанақты салу міндетті емес. Мен бірақ қызанақты қосамын. Ішін осылай алып тастап, тек қана сыртын қолданамын. Енді бұрышымызды, тұзымызды салып, үстінен майонезімізді қосып, салатымызды жақсылап тұрып араластырамыз. Егер де бұл салатты қонақтарға ұсынғыңыз келсе, бұларды осылай барлығын турап, араластырмай, бөлек-бөлек дара-дара осылай радуга салаты сияқты жасап, ортасына майонез қойып жасасаңыздар да болады. Егер де осы салаттың рецепті ұнап жатса, сіздерге менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Міне біздің салатымыз дайын, түрі де өте әдемі. Жасап көруге кеңес беремін. Назарларыңызға көптен көп рахмет. Ас болсын.